Сәлем! Ертең 8 наурыз халықаралық әйелдер мейрамы. Соған орай сіздерге қаламыздағы мейрам алды көңіл-күйді көрсеткім келеді. Қазірдің өзінде гүл сату науқаны басталып та кеткен. Ауа райы тамаша, күн жылы, адамдардың да көңіл-күйі көтеріңкі. Және де қарап отырсаңыздар, көшеде жұрт өте көп жиналған. Және де шағын мерекелік концерттерде ұйымдастырылуда. Қыздардан да сұхбат алуды шештім. Қыздар, мейрам алды көңіл-күйлеріңіз қандай? Мейрам алды көңіл-күйіміз күшті, керемет, атмосфера ұнап жатыр. Жақсы. Сонымен қатар бұл жерде концертте ұйымдастырылыпты. Қолданады ма? Қолданады. Талантты өнерпаздар өз өнерлерін көрсетіп, өлең айтып арнап жатыр. Керемет. Сонымен қатар бұл жерде бұл қызымыздың әдемі болып отырғаны сонша, ол қызға осындай қызғалдақ гүлін беріпті. Көңіл-күйіңіз қалай? Өте керемет. Гүлденген өте керемет болып кетті. Тіптен керемет болып кетті. Жақсы, рахмет қыздар. Келе жатқан мейрамдарыңызбен жақсы болыңыздар. Осымен мереке қарсаңындағы видеомыз аяқталды. Ал сіздер 8 наурыз мерекесін тойлайсыздар ма? Жақсы, келесіде көріскенше сау болыңыздар.